Бека каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан өте дәмді шығатын, әрі тез, оңай жасалатын блинчиктер рецептімен бөлісемін. Блинчигімізге керекті заттарымыз: бір ас қасық сұйық май, бір кружка жылы сүт, бір кесе ұн, бір кесе құм шекер, 4 жұмыртқа және де бір шымшым ас содасы қажет. Достар, блинчик жасауды бастаймыз. Алдымен жұмыртқаларымызды ыдысымызға саламыз. Жұмыртқамызды жарып алдық. 4 жұмыртқамызды енді үстіне бір кесе қантымызды саламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызбен құм шекер екеуін жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне ас содасын саламыз. Ас содамызды салып кішкене араластырып алдық. Енді үстіне сұйық май саламыз. Енді оның үстіне бір кружка жылы сүтімізді құямыз. Одан соң бір кесе ұнымызды саламыз үстіне. Достар, біздің блинчиктеріміз дайын болды. Дәмі қалай болғанын қазір Бегім бағасын беретін болады. Мінекей достар, қазір Бегімнен сұраймыз қалай болғанын. Блинчик қалай болыпты? Дәмді болыпты. Ұнады ма сізге? Достар, біздің каналымызға тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізде әлі де қызықты видеолар болады. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.